Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің қазақ әдебиетінен өтетін тақырыбымыз Сайын Мартбековтың «Жусан иісі» повесінің тақырыбы мен идеясы. Бүгінгі сабақтың жүзеге асатын оқу мақсаттарымыз әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселенің идеясы арқылы түсіндіру, шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Міне балалар, бүгінгі біз осы мақсатпен жұмыс жасаймыз. Ал енді балалар, сендердің ойларыңша осы мақсатты жүзеге асыру үшін біз қандай критерий қоя аламыз? Әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идея арқылы түсінеміз. Түсінеміз, жарайды. Шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтаймыз. Жақсы. Ал сендер қалай дейсің? Шығарманың мазмұны мен қазіргі өмірмен салыстырамыз. Жақсы, өте жақсы. Олай болса, осы критерий арқылы бүгін біз мақсатымызға жетеміз деп ойлаймыз. Олар олай болатын болса, бүгін біз жаңа сабағымызға байланысты бірінші тапсырма жұптық жұмыс балалар. Ленсапс бағдарламасы бойынша автор үшін 6 сұрақ әдісі бойынша әр топтан 2 сұрақ беріледі. Сол сұрақтарға сендер қазір сәйкестендіру мақсатына қойылсын. Ал енді топтағы 2 оқушы ол конверттегі сұраққа жауап береді. Бұндағы дискрипtor автордың өмірі шығармашылығы бойынша сұрақтарды сәйкестендіресіңдер. Әңгіменің мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап бересіңдер. Қай жылы қай оқу орнын бітірді? 1971 жылы. Сайын өзіне тән тақырыптық жанрлық ерекшеліктері бар шығармаларымен танылды. Мырзатай Серғалиев. Болса, 2-3 топтан кім шығады екен? Келе отырмыз. Қай салада қызмет етті? Мұғалім саласында. Ел арасында тараған қандай шығармаларды білесіңдер? Менің қарындасым, дос іздеп жүрмін, жабайы ана. Жақсы, өте жақсы балалар. Онда 3-ші топтан кім шығады? Келе ғой. Жазушының ең алғашқы шығармалары қай жылы жарияланды? 1954. Сайын Мартбеков қай жылы қай жерде дүниеге келген? 1936 жылы 15 қазанда Алматы облысы Қоңыр ауылында туған. Қарайсыңдар балалар. Онда біз қазір сұрағымыздың жауабын тексеріп көрейік. Жарайсыңдар, бүгінгі сұраққа түгел жақсы жауап берсіңдер. Бірінші топтікі де жауабы дұрыс, екіншілердікі де дұрыс, үшіншісі де дұрыс. Жарайсыңдар. Балалар, бірінші тапсырманың екінші сұрағына сендер қазір отырып, алдарыңа сұрақтар болып қойдым, соның жауабын жаза беріңдер. Балалар, біз бірінші тапсырманың екінші сұрағының жауабын айтайын. Сендерге жұптық жұмыс арқылы жауабын анықтарыңыздар. Бірінші сұрағы, жауабы сендер қандай? Менің көкемде ата-ана жоқ, сондықтан төбелесем бапай құрсаға. Бапай біріншіден ақан. Екіншісінікі? Шіркін әкеме хат жазар еді. Жақсы. Сендерге де сондай ма? Біріншінде бапай, екіншісі хат па? Сендер кіші? Тура сондай ма? Ал енді екіншісін оқыңдар. Ал жүрімдермен кешеден бір қызық әңгіме айтамын. Қызық әңгіме айтамын. Не айту керек? Ертең айтып. Мен бір қате кетті. Екіншісін оқыңдар. Әкемнің жейдесіне иісі сіңіп қалыпты. Дұрыс па? Жейдесін ба? Жақсы. Ал үшінші топ балалар. Қане жауаптарын көз ұшында бұлдырап кетіп барады. Жауап жазбапсыңдар. Ал келесі сұрақ. Барлық әріптерді тезірек неге үйретпейді екен? Кімнің жауабы? Кімнің сөзі? Аяның сөзі. Аяның сөзі. Дұрыс. Бір сұраққа жауап беріңдер, екіншісіне жауап бермеңдер. Балалар, сендер алдарында жатқан бағалау парақтарына әр оқушының өзінің бағасын қойып шығыңдар, бірінші тапсырма болды. Жақсы, олай болатын болса, балалар, бірінші тапсырманы қазір біз бағалап жіберейік. Бағдаршам мәселе арқылы бағалаймыз. Бірінші топтың бағасын екінші топтар бағалайды. Қане, қандай түспен белгілейміз? Жақсы, жасыл түс.
Енді сендер екінші топтың бағасын беріңіздер. Сендер де жақсы қойдыңдар. Ал енді үшінші топтың бағасынша бірінші топ қалай бағалайды екен? Ал сендер де жақсы, өте жақсы балалар. Міне, бүгінгі бірінші тапсырмамызды біз сәтті орындаған екенбіз. Олай болса балалар, қазір екінші тапсырмамен жұмыс жасаймыз. Екінші тапсырмада балалар, бұл топтық жұмыс. Мұнда бірінші топқа Вен диаграммасы арқылы соғыс кезіндегі жетімдер мен қазіргі жетім балаларды салыстырасыңдар. Екінші топқа сендермен драма әдісі бойынша қойылым қоясыңдар. Яғни аяңның келбетін ашатындай бір эпизод қойып шығасыңдар. Үшінші топқа аяңға хат жазасыңдар. Аяңның қайда екенін, болашақта тағдырын білу мақсатында. Түсінікті. Мұндағы дискрипторымыз соғыс кезіндегі жетім мен қазіргі жетімдерді салыстырамыз. Қойылым қойылады және хат жазылады. Сағынып жүрмін. Жақсы олай болып болса балдар, қай топ дайындеді? Ал екінші топ дайындеді. Сендердің топтарға берілген тақырып? Аяңға хат. Аяңға хат. Сәлем хат, сәлем аяң, хәл жағдайың қалай? Балалар күндегі күнің қалай өтуде? Ағаңа хат жазып жүрсің бе? Біз сенімен бірге ағаңның келуін күтіп жүрміз. Балалар үйіндегі адал дос таптың деп ойлаймыз. Маған келетін болсаң, көңіл күйім жақсы. Достарым өте көп, ең бастысы адал. Сені жақын дос таптың деп ойлаймын. Ағам соғыстан келгенде өз қоныстарына көшіп, жаңа дос табасын деп ойлаймын. Аға сені басқа балалар секілді балалық шағының күшті болуын сенемін. Ендеше сау бол. Хат жазушы екінші топ. Жақсы. Ал олай болатын болса балалар, бірден бағалап жіберейік. Қане, хат қандай, құрылым сақталған ба, хатшақ жазған ба? Екінші топтың бағасын бірінші топ бағалайды. Бағалау балалар, бұл жерде бір сөйлеме түйіндеу. Бір сөйлеме сендер осы екінші топқа баға бересіңдер. Хатшықтың құрылымы жақсы сақталған, және мазмұны жақсы болғанмен жақсы бағасы. Жақсы, өте жақсы. Ал онда келесі сендердің тапсырмалары. Сендерге қандай тапсырма беріледі? Салыстыру, Вен диаграммасы жасау. Соғыстан кейінгі жетім балалар. Бұл кезде ата-аналары соғыстың әсерінен қайтыс болып, балалар жетім болды. Жағдайлары қиын болды, жоқшылық болды. Бұл енді соғыс кезіндегі жетім балалардың жағдайы. Қазіргі жетім балалар ата-анасы тастап кетеді, тәрбиесіздіктен. Дұрыс, екі жағдайда ғана жетім балалар қалады екен. Біреуі ата-анасы тастап кетеді, тастамыз балалар. Екіншісі тәрбиесіздіктен келеді екен, соны. Жақсы. Олай болатын болса, бірінші топтың тапсырмасын сендер бір сөйлеммен қалай түйінделетіндер? Бірінші топ Вен диаграмма арқылы өздерінің тапсырмаларын дұрыс түсіндірді. Жақсы. Дұрыс салыстырады, Енді келесі кім тапсырмасы қалды оны? Және сендер үшінші. Сендерге берілген тапсырма көрініс. Яғни бір эпизод арқылы аяңның бейнесін ашу керек болды. Қане болар? Балалар, күніспетті, кеттік, шоғын қайтайық. Балалар, тоқтаңдашы. Мен сендерге кешегіден де қызық ертек айтып беремін. Жарайсыңдар балалар. Міне үшінші топтың жаңағы көрінісін көрінді балалар. Үшінші топтың бағалауын екінші топ қояды. Қане бір сөйлеммен түйіндеп айтып көрейік. Аяңның келбетін ашатындай жақсы эпизод қойылым қойды. Жақсы. Рахмет балалар. Қане балалар, бағалау парағымызға екінші тапсырманың да бағалауын қойып шығыңдар. 3 балдық жүйе бойынша. Қане? Әрқайсыңыз. Балалар, біз үшінші тапсырмамызға да келіп жеттік. Үшінші тапсырмада бұл жеке жұмыс балалар. Мұнда төрт сөйлем тәсілі арқылы жетім көрсең жебей жүр деген сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Оны төрт сөйлем тәсілі арқылы келтіресіңдер. Біріншісі пікір, өзіндік пікірлеріңді бір сөйлеммен айтасыңдар. Дәлелдеріңді бір сөйлеммен келтіресіңдер. Өмірмен байланыстырып мысал келтіресіңдер. Және төртінші қорытынды пікірлерін жазасыңдар. Дескриптор, өзіндік пікірлеріңді айтасыңдар. Пікірлеріңді дәлелдейсіңдер. Пікірлеріңді өмірмен байланыстырасыңдар және қорытынды шығарасыңдар. Ал қане үшінші тапсырманы орындаймыз. Жазып болса да ауызша бірден айта береміз.
Ал балалар үшінші тапсырма бойынша қай топта екен, кім дайын? Ал болды ой еркем. Жетім балаларға үнемі көмектесуіміз керек, себебі олардың қасында ата-анасы жоқ. Тас бауыр ата-аналар жетімдер үйіне көптеп тастауда. Елімізде балалар жетім болмасын. Елімізде балалар жетім болсын, өте жақсы балалар. Жақсы. Ал екінші топта кім сөйлейді екен? Жетім балаларға көмектесіп қол ұшын беру керек. Жетім балаларға керек дүниелерін алып береміз. Сәби жоқ ата-аналар жетім балалар үйінен бала асырап алу. Асырап алсын десін. Жақсы. Ал үшінші топта? Жетімдерге жылылық беру, оларға достық сезім сыйлау керек. Оларға қаржылай көмек беру керек. Қазіргі кезде жетімдер көп, оларға көмек беріліп жатыр. Жетімдер үйі әлемде жоқ болсын. Жақсы балалар, қандай жақсы пікірлер айттыңдар. Жарайды балалар, жақсы жауаптарын өте жақсы жазыңдар. Олай болса балалар біз бутерброд әдісі арқылы осы тапсырманы қазір бағалап жіберейік. Мұнда екі жұмсақ дейді. Маған ұнады, себебі мына топтың мына сөйлемдер ұнады деп соны жазасыңдар. Екінші, бір қатыры келесі жолы мына сөзді толықтыру керек, мына жеткізуіміз деп соны айтасыңдар. Ал қане бірінші топтағылар екінші топтың жұмысын бағалайды. Маған Аружанның пікірі ұнады, себебі ол жетім балаларды ата-ана бақытын сезіне алмай жүрген адамдар асырап алсын деген ой тастады. Бірақ та келесі жылы мейірім шапағат бөлу керек деген сияқты сөздерді қосу қажет еді. Деген сөйлемді кішкене толықтырып анықтау керек дейсің бе? Жарайды, жақсы. Ал онда екінші топтағылар. Біз екінші топтағылар. Сен үшінші топтағы. Маған үшінші топтағы Жасұланның пікірі ұнады, өйткені ол осы Қазақстанда балалар үйі болмасын деген сөзі өте қатты ұнады. Ал бір қосарлығы ол қалай қаржылай көмектесуіміз керегін ашып айтқан жоқ. Соны кішкене толықтыру керек дейсің. Жарайды, жақсы. Ал онда бірінші топтағы Еркебайдың пікіріне, үшінші топтағы Руслан сен айта ғой. Маған Еркежанның ұнаған пікірі ұнады. Оның ұнаған сөзі елімізде жетімдер болмасын деген сөзі ұнады. Жақсы. Бір айта кетерлігі, қосарлығы толықтыру не болды? ол қалай көмектесетінін толықтай жеткізеді. Дұрыс айтасың. Кішкене толықтыру жасап кету керек дейді. Жарайды, жақсы. Жарайды балалар, үшінші тапсырма бойынша бағалау парағымызға қане бағамыз қойып шығайық. 3 баллық жүйе бойынша. Олай болса балалар, міне бізде 3 тапсырманы орындап қорытындыға келдік. Қазір мына менің сабақтан кейінгі әсерім кестесі бойынша бүгінгі сабаққа кері байланыс береміз. Қане балалар, бүгінгі сабақта кім қандай әсер алды? Ал Балжанқыз. Жетім балалардың ауыр тағдырларды кешкені туралы ой пайда болды. Және де жетім балалардың бастарынан көптеген қиындықты өткізгені сезіндім. Бұл сабақта маған баға беру, пікір алмасқанымыз ұнады. Және де қиын болғаны дәлел келтірген, сен қиындау отырсың. Жақсы. Ал екінші топтан кім сөйлейді керек? Тәмен сөйлейді. Бірінші елімізде жетімдердің үйі болмасын, тастанда бала болмасын деген ойға келдім. Не сезіндім, жетімдермен соғыс кезіндегі балалардың қиын өмірін сезіндім. Не ұнады, аяның өмірге деген құштарлығы маған ұнады. Не қиын болды, пікір білдіру. Пікіріңді? Білдіру. Соғықта жеткізе алмадың десең, жақсы. Ал Аружан оқып жібере ғой. Елімізде балалар үйі жоқ болса деген ой келді. Жетім балалардың қалай қиыншылықта өмір сүргенін сездім. Тақырыпты жақсы түсінгенім ұнады. Ойымызды аяғына дейін жеткізбегеніміз қиын болды. Жақсы балалар енді. Өздерінің әсерлерін жеткізіп отырсыңдар. Ал үшінші топтан кім сөйлейді екен? Жасұлан сөйлей ғой. Қандай ой пайда болды? Ата-анам бар екеніне мыңда бір шүкір. Не сезіндім? Жетімнің өмірі қиын екенін сезіндім. Не ұнады? Көрініс қойғаным өзіме ұнады. Не қиын? Өз сөзімді дұрыс жеткізе алмадым. Яғни ойымды толық жеткізе алмадым деген бар, иә? Жақсы балалар. Міне балалар, біз сабақтың соңынан келдік. Бүгінгі сабағымыздан көп нәрсе алғандарың, ұнағандарың, сезінгендерін көріп отыр балалар. Олай болатын болса балалар, бүгінгі
сабағымызды қорытындылай келіп алған балдарымды бағалау парағынан есептеп шығара қойыңдар, кім қанша балл алды екен. Ал кім қанша балл алды? Мен 7 балдан 7 бал алдым. 7 балл ма? 7 балл алдым. Ал Мен 7 балдан 6 бал алдым. 6 балл алдым. Балжан Бүгінгі сабақта 7 балдан 6 бал алдым. 6 балл алдым. Келесі. Мен бүгін 7 балдың 7 алдым. Мен бүгін 7 балдың 6 алдым. Бүгінгі бағалау парақтарының бойынша есептеген балалардың бойынша 7 балл алғандарының барлығы ол 5 деген баға болады. Ал 6 балл 5 балл дегенде 4 деген баға болады. Осылай олар бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік деп ойлаймыз. Келесі тапсырма біз бақытты баламыз тақырыбында эссе жазып бересіңдер. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Қатысқандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.